тіркеліп лайк басыңыз және бұл оқиға туралы не ойлайсыз, соны комментарийға қалдырыңыз. Сенім айнасының сынығы сияқты. Жабыстырып көр, бәрібір бетіңді тура көрсетпейді. Мен бұдан былай үнсіз қалғым келмейді. Сол күні бәрі өз орнына келу керек еді. Жоқ. Дұрысы бәрі өз беттерін шешу тиіс еді. Таңертең Ернар үйден шығып бара жатқанда, кешке сөйлесуіміз керек дедім. Ол кішкене тосылып қалды, бірақ ештеңе демеді. Кетіп бара жатып артына қарады. Мен көзінше жымидым. Бәрі баяғыдай сияқты еді, бірақ ішкі дауыл дайын. Кешке Айгүл де келді. Мен оңаша қалғанда көзіме тіке қарамай сөйлейді. Сен шаршасаң, көмектесейін бе тамаққа? Жоқ. Бүгін бәрін өзім жасаймын, соңғы рет. Бәріміз дастарханға басында отырдық. Ешкім үндемейді. Бәрімізге таныс үнсіздік. Бірақ бұл жолы ол соңғы. Тамақтан соң мен ноутбукта әкелдім, камера жазбасын қостым. Айгүл, Ернар, бұл видеоны қараңдар. Сосын мен ештеңе айтпай-ақ қояйын дедім. Олар екеуі тып-тыныш қарап отыр. Экранда олар құшақтасып отырған. Әпкем менің күйеуім иығына басын қойып отыр. Видео біткеннен кейін ешкім ештеңе айтпады. Сосын Ернар тыныштықты бұзды. Айдана, кешір, бірақ мен енді оны сүйем. Біткен жері осы болды. Айгүл үндемеді. Көзінде ұят та жоқ, өкініш те жоқ. Тек бір түрлі бос көзқарас. Сүйесің бе? Жақсы. Онда бүгіннен бастап екеуің бірге бола аласыңдар. Бірақ мен сендермен бірге бола алмаймын. Айдана, тоқта, қызымыз ше, деді Ернар. Қызымыз мен, ал сен енді оның әкесі емес, тек ертең кездестіретін адамысың. Қош бол, Ернар. Айгүл, сендей жақсы көремін. Бірақ енді менің әпкем емессің. Мен қызымды жетелеп анамның үйіне кеттім. Анам бәрін білгенде жылап қалды. Өмірден үлкен сабақ алды. Қызым, бірақ жүрегім тасқа айналып кетпесін. Сен тірі екеніңді ұмытпа. Мен тірімін, бірақ ішім бос. Махаббат дегенге деген сенім жоқ. Сенім деген ұғым күйіп кеткен. Бірақ бір нәрсе қалды. Өзімді жақсы көру. Адам өмірінде бәрі кету мүмкін, тек өзін қаласа. Сол кезде өзіңе сенбесең, ешкім сенуге болмайды екен. Сол кезде өзіңе сенбесең, ешкімге сенуге болмайды екен. Жараң барын бәрі көрмейді, ал сен сол жарамен өмір сүріп үйреніп кетесің. Мен анамның үйіне көшіп келдім. Бала күнімде осы үйге маған қауіпсіз орын болатын. Енді жасы 29-ға келген қайтадан осындамын. Бірақ енді мен қыз емеспін, анамын, жанымда аяулым. Ол ештеңе түсінбесе де, менің көзіме қарап, мама, неге жыладың, деді. Мен оған жай ғана көзіме желдейді дедім. Ал көзімде дауыл тұр. Ернар 2 рет қоңырау шалды, жауап бермедім. Айгүл де жазды. Біз махаббат үшін күрестік қана, кешір, деді. Кешірім? Жоқ, бұл махаббат емес. Бұл сатқындық. Бұл менің ең жақындарымның мені жерге таптауы. Бірақ мен жылап жатып, бір сәтте ойландым. Мен осылай жүрем берем бе? Қызым менің жылағанымды ғана көріп өсеме? Жоқ. Мен тірі адаммын, әйелмін, анамын. Жетемін, және жетем деген адаммын. Өз өмірімді қайта бастау, мен қайтадан жұмысқа орналастым. Бөлмеде бос орын бар екен. Қайтада адамдармен сөйлесе бастадым. Қайтадан өмірге араластым. Жанар мені қолдады, анамда. Қызым, сен мына дүниеде жалғыз емессің, ал егер жалғыз қалсаң да, құлауға хақың жоқ, деді. Аяулым балабақшаға барды. Ал мен күн сайын таңертең оянып, сен мықтысың, мен мықтымын, деп айта бастадым. Ернар бір күні есік алдына келіп тұр екен. Айдана, мен қателестім. Айгүлмен бәрі қиындап кетті. Ол мені түсінбейді. Сен мені кешірші. Мен үнсіз тұрдым.
сосын жай ғана кешіре алмаймын. Сен мені өлтірдің. Өлген жүректі қайта тірілте алмайсың, Ернар. Айгүл де бір рет келді. Тек алыстан қарап тұрды, жылап тұрды. Мен қарап тұрып ойладым. Бұрын мен жылаушы едім, енді мен өз көз жасымды сүртіп, олардың көз жасының төгілгеніне көріп тұрмын. Бұл кек емес, бұл әділдік. Мен енді тек ана емеспін, мен өз өмірімнің иесімін. Менің жүрегім үй емес, енді ешкім паналай алмайтын дала. Себебі ол енді менікі ғана. Кейде ең үлкен бақыт қайтадан бәрін басынан бастау мүмкіндігі екен. Уақыт өтті. Басында күндер жылжымай, түндер тыншылмай қойды. Аяулым, папам қашан келеді деп сұрағанда жүрегім тағы сынып кететіндей болатын. Бірақ бір күні таңертең оянып, терезеде көктем шыққанын көрдім. Көктем, менің ішімде де бірдеңе гүлдеген бастағандай білінді. Мен енді өткеннің тұтқыны емеспін. Күнде таңертең аяулымды балабақшаға барып, жұмысқа барамын. Жаңа жобалар, жаңа адамдар, жаңа орта. Сол жерде танысым, ол мақсат. Жай ғана әріптес, бірақ көзінде жылулық бар, даусында сабыр. Бір күні ол мені шай ішуге шақырды. Мен алғашында бас тарттым, бірақ жүрегім бұрынғыдай соққан жоқ. Ол енді еркін. Біз жай сөйлестік. Ол да бұрын отбасы болғанын, ауыр ажырасқанын айтты. Мен үндемей тыңдадым. Бір кезде біреуге қайта сену қиын иә деді. Мен жымидым. Сенім жыртылған қағаз сияқты. Бірақ кейбір адамдар жаңадан дәптер әкелетін шығар. Олар Ернар мен Айгүл енді жоқ. Олар көп ұзамай бөлек кетті. Анам бір күн айтты. Айгүл өзіне өзі тұйықталып кетіпті. Ернар да кетіп қалды дейді. Мен тыңдадым, бірақ ешқандай сезім болмады. Кек те, өкініш те жоқ. Тек тыныштық. Ол менің жеңісім. Мен анамын, мен адаммын, мен өзіммін. Аяулым қазір шынайы күледі. Менің ішкі тыныштығым оған да жұғып жатқандай. Мен енді өзімді кінәламаймын. Мен енді өзімді құрбан сезінбеймін. Мен тірімін, мықтымын. Және мен қайтадан сүюге де лайықпын. Сенсіз де өмір бар екен. Ол қиын, бірақ ол менікі. Енді мен ешкімнің көлеңкесінде өмір сүрмеймін. Мен өзімнің жарығыммын. Бұл менің хикаям, бірақ бұл мыңдаған әйелдің шындығы. Біз бәріміз сендік, біз сүйдік, біз кешірдік, біз өзімізден бұрын басқаларды ойладық. Бірақ сатқындық, ол жай ғана сәт емес. Ол сеніммен өлген күн. Ал сенім өлсе, жүректе суиды. Бүгін мен әлсіз емеспін, бүгін мен жыламаймын, себебі мен қайта туған әйелмін. Өткенім сабақ, кешегім қателік, бірақ бүгінім тазалық. Мен енді ешкімге жалынып өмір сүрмеймін. Мен енді ешкімнің көлеңкесінде тұрмаймын. Менің жүрегім ешкім паналай алмайтын дала. Ал менің өмірім менің қолымда. Өзіңді жоғалтпа, себебі өмір бір-ақ рет беріледі. Ешкім үшін өзіңді өлтірме. Себебі сенсіз де өмір бар екен, және ол тамаша өмір. Тіркеліп, лайк басыңыз, және бұл оқиға туралы не ойлайсыз, соны комментарийға қалдырыңыз.